Бисмилля, қош келдіңіздер. Оқырмандар, қалайсыздар? Бұйырса, бүгін бір айлық марафонның екінші аптасы. Екінші аптада біздер бұйырса өзіміздің негативті эмоцияларымызды, негативті сезімдерімізді, негативті әдеттерімізді босатамыз. Одан құтыламыз, одан арылу техникасы және индукция. Босатпада алдыңғы бірінші аптамен бірге болған екеуі қосылып істеледі. Бұны да бұйырса бір апта бойы жасайсыздар. Осылай төрт апта жасаған кезде, Алла қаласа, өміріңізде түбегейлі өзгеріс болады. 180 градусқа. Бұл 1000% гарантия деп айтуға болады. Сондықтан да бұны жалғастырыңыз, тоқтатпаңыз. Бұл менің 2 айлық менторлығымның ішіндегі 4 сабағы. Бұл 2 айлық менторлыққа қатысам десеңіз, Инстаграмда және тиктокта биода ссылка бар, сол ссылкаға басқан кезде WhatsApp-қа шығасыз, немесе байлыққа жазсаңыз болады. Бисмилля, бастаймыз. Бұйырса дайын отырамыз. Дайындалып алайық. Егер үлгермей жатсаңыз пауза қойып қойыңыз. Өзіңізге ыңғайлы жерге отырамыз. Жатсаңыз болады, тек маңыздысы ұйықтап кетпеу керек. Ұйықтап кетпеген кезде ғана болады. Ұйықтап кетпейміз. Түсіндіре алдым ба? Так. Терең дем аламыз. Көз жұмамыз. Жаймен дем шығарамыз. Алғашқы кезінде бұйырса қазір құртпай эфир тоқтап қалуы мүмкін 2 секундқа. Қайттан қосылдық. Так. Терең дем аламыз, жаймен дем шығарамыз. Дем шығарған кезде, дем алып дем шығарған кезде денемізді босатамыз, босанғанын сезінеміз. Найти удобное положение, сидя или лежа. Босатамыз денемізді 2-4-5 рет терең дем алып алайық. Негізі прямой эфирде отқан жақсырақ болады энергетикасы. Бірақ егер де прямой эфирде емес артынан көрсеңіз де болады, алға берсеңіз болады. Кеттік. Көз жұмамыз, терең дем аламыз, дем шығарамыз, денемізді босатамыз, босанғанын сезінеміз, денемізді босата береміз, дем аламыз, дем шығарамыз. Индукциядан бастаймыз. Ернімізді сезінеміз. Ерніміздің кеңістіктегі орнын сезінеміз. Көлемін сезінеміз. Енді иегімізді, жағымызды сезінеміз. Иегіміздің, жағымыздың көлемін сезінеміз. Босатамыз. Иегіміздің, жағымыздың осы кеңістіктегі көлемін сезінеміз. Мұрнымыз сезінеміз. Мұрнымыздың көлемін сезінеміз. Мұрнымыздың кеңістіктегі алып тұрған орнын, кеңістіктегі көлемін сезінеміз. Беттеріміз сезінеміз. Беттеріміздің көлемін сезінеміз, босатамыз. Беттеріміздің кеңістіктегі алып тұрған орнын сезінеміз.
көзіміз сезінеміз, көзіміздің көлемін сезінеміз, босатамыз. Көзіміздің кеңістіктегі алып тұрған орнын сезінеміз. Маңдайымызды, самайымызды, басымыздың жоғарғы бөлігін сезінеміз. Басымыздың жоғарғы бөлігін босатамыз. Басымыздың жоғарғы бөлігінің кеңістіктегі алып тұрған орнын көлемін сезінеміз. Құлақтарымыз сезінеміз. Құлақтарымыздың көлемін сезінеміз. Құлақтарымыздың кеңістікте алып тұрған көлемін сезінеміз. Кеңістікті сезінеміз. Енді денеміздің жоғарғы бөлігін сезінеміз. Иықтарымызды, арқамыздың жоғарғы жағын, төсімізді, кеудемізді сезінеміз. Денеміздің жоғарғы бөлігінің көлемінің алып тұрған кеңістіктегі көлемін сезінеміз. Сол кеңістікті сезінеміз. Енді денеміздің төменгі бөлігін сезінеміз. Ішімізді, төменгі арқамызды, белімізді босатамыз. Арқамыздың төменгі бөлігінің көлемін сезінеміз. Кеңістіктегі орнын, кеңістіктегі көлемін сезінеміз. Сол кеңістікті сезінеміз. Енді қолдарымызды сезінеміз. Қарымызды, шынтағымызды, білегімізді, буындарымызды сезінеміз. Осы қолдарымыздың көлемін сезінеміз. Қолдарымыздың кеңістіктегі көлемін, сол кеңістіктің алып тұрған көлемін сезінеміз. Кеңістікті сезінеміз. Жамбастарымызды сезінеміз. Сандарымызды сезінеміз. Тіземізді сезінеміз. Балтырларымызды сезінеміз. Толықтарымызды сезінеміз. Аяқтарымызды сезінеміз. Башпайларымызды сезінеміз. Енді жамбастан бастап башпайларымызға дейін аяқтарымыздың көлемін сезінеміз. Кеңістіктегі алып тұрған орнын кеңістікті сезінеміз. Бүкіл денемізді сезінеміз, босатамыз. Бүкіл денеміздің көлемін сезінеміз, салмағын сезінеміз. Сол бүкіл денеміздің кеңістікте алып тұрған көлемін, кеңістіктің көлемін сезінеміз. Сол өзіңіздің отырған, немесе жатқан бөлмеңіздің кеңістігіндегі денеңізді сезінеміз. Сол бөлменің кеңістігін сезінеміз. Көлемін сезінеміз. Сол жатқан бөлмеңіздің кеңістігін, кеңістіктегі көлемін сезінеміз. Сол кеңістікті, бүкіл әлемдік кеңістікті сезінеміз. Қазір енді екінші аптасына өтеміз. Мына әлемде сіз неге сенесіз? Бір күш бар екеніне сенесіз ба? Әлде бір универсалды естің бар екеніне сенесіз ба?
әлде Құдай деп сенесіз бе, әлде Алла деп сенесіз бе, өзіңіздің қалауыңызда. Ол универсалды ес, жоғарғы сознание немесе әлемдік күш, немесе Құдай, немесе Алла. Ол сізге еш уақытта, ешқашанда кінәламайды. Ол сізді айыптамайды. Ол сізге аса қамқор және ерекше мейірімді, және сізді сізден де жақсырақ көреді. Сізде барлығының жақсы болғанын қалайды. Универсалды ес немесе жоғары сана. Қазір осы жоғарғы санаға өзіңіздің ішкі эмоцияларыңызды, сезімдеріңізді, әдеттеріңізді тапсырамыз. Осыны бір апта қайталаған кезде әр күн сайын бір әдетіңізді негативті, немесе бір негатив сезіміңізді, негатив эмоцияны тапсырып отырамыз. Таңертең ұйқыдан тұрған кезіңіз, ұйқыдан тұрдыңыз, тұрып барып ваннаға қарай кетіп бара жатсыз. Ваннаға кіріп, үстіңізге суды ағылып тұрып, өзіңіздің өткен күндеріңізге, өткен кездеріңізге қандай жаман әдеттеріңіз бар, немесе жаман қорқыныштарыңыз бар, негативті. Қорқыныш дегенде ақшам болмай қалады деп қорқу, немесе бақытсыз болып қаламын деп қорқу, немесе ақшам кетіп қалады деп қорқу. Сондай уайымдарыңыз бар, негативті эмоцияларыңыз бар, сезімдеріңіз бар, соны біреу ұстап аламыз. Мысалға, мен осындай менің негативті эмоциям бар, негативті әдетім бар, немесе ойым бар. Осы ойды ұстап аламыз. Айтамыз сосын, жоғарғы сана, оны қалай айтсаңыз өзіңіз білесіз. Мен мойындаймыз осы нәрсені, менде осындай негативті әдет бар, немесе ой бар, немесе сезім бар. Осы сезімді өзіме жеткіземін, тапсырамын. Ендігі алдағы уақытта осыған қарсы қайырлы, берекелі, маған пайдалы, позитивті оймен, немесе әдетпен, немесе сезіммен ауыстыруын сұраймын. И осы кезде ішіңізден сол негативті ой, сезім, әдет, сол жоғары еске, жоғары санаға, универсалды санаға кетіп жатқанын сезінеміз. Ол алып жатыр. Оның орнына нұр болып сізге сол жоғары сана, әлемдік күш немесе өзіңіз есіп айтасаңыз да сізге керісінше позитивті, нұрлы, өте керемет әдетті, ойды, эмоцияны салып жатқанын сезінеміз. Терең демаламыз, сол позитивті әдетті ойды, эмоцияны қабылдаймыз. Терең демаламыз, қабылдаймыз. Тағы да екінші рет терең демаламыз. Және денеңізбен, санаңызбен, рухыңызбен сол нәрсені қалап жатқаныңызды, сізге қабылданып жатқан, сізге өзгертіп жатқан негативті сезімнен орнына позитивті сезім беріп жатқанын сезінеміз. Жатқан, отырған жеріміз сезінеміз. 2 бөлменің температурасын сезінеміз. 1 терең демаламыз. Дем шығарған кезде көзді ашамыз, күлімсірейміз, оңға қараймыз,
солға қараймыз, керілеміз, созыламыз, өзімізді құшақтаймыз, жақсы көреміз. Осы сәтке маған жоғары еске, осы жатқан үйіңізге, инстаграмға, осы телефонға алғыс айтамыз, рахмет айтамыз. Осындай бұйырса бұл екінші аптаныкі. Бұл негативті эмоцияларды, не әдеттерді, не сезімдерді өзімнен босату. Ол неге қалай босату? Мен ішкі әдеттерімді өзгертпейінше, ішкі ойларымды өзгертпейінше, сезімдерімді, эмоцияларымды өзгертпейінше менің өмірім өзгермейді. Неге? Ол программа. Сол программа белка в колесе дейді, оны солай айналып келе береді. Сондықтан да сіз өміріңізді өзгерту үшін сыртты өзгертудің қажет жоқ. Сыртты өзгерту маңызды емес. Ең бірінші сіздің ішкі состояниеңізді өзгерту қажет. Бірінші аптада индукция, ол кезде біздің есімізді, ойымызды бәрін сыртқа шығарып тастаймыз. Екінші аптада уже өзгертеміз, ауыстырамыз. Түсіндіре алдым ба? Сөйтіп сіздің ішкі программаларыңыз, сіздің ой түйіндеріңіз, убеждение, установка дейміз, ауызша айтатын болсақ, солар өзгере бастайды. Қалай сіздің ой түйіндеріңіз, установкаларыңыз, сіздің настройкаларыңыз программада өзгереді, сіздің соған қарай өмір өзгере бастайды. Түсіндіре алдым ба? Сұрақ болса, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Подписка жасап қойыңыздар міндетті түрде, бөлісіп қойыңыздар. Бұйырса, енді 3-4 апта ол жабық болуы мүмкін. Тек қана менде подписан адамдар ғана көру мүмкін. Себебі әр нәрсе, қалай айтайын, арнайы ниет еткенде, арнайы зейін қойған кезде ол сізге қонымды болады. Бұл тегін болады барлығы, бірақ міндетті түрде подписка жасап алыңыз, міндетті түрде бөлісіп қойыңыз. Сосын 3-4 аптада конкретно өзгерем дейтін адамдар болатын болса, подписка жасаған кезде ғана, сені соған ниет қойған кезде ғана өмір өзгереді. Әйтпесе, жүрдім, бардым, бір күн істемей, ертең бір айдан кейін менің өмірім өзгерген жоқ деген нәрсе болмау қажет. 1000% гарантия деп отырғаннан кейін 2 айлық метрлік қайбірсе келсеңіз, мүлде 10000% гарантия. Керемет, күшті демалып қалдым дейді. Жұмысқа кетіп баратырмын дейді. Рахмет сізге дейді. Қайырлы берекелі болсын сіз үшін де, біз үшін де. Комментарийдің астына сіздің де сондай бауырларыңыз болса, таныстарыңыз, ағайындарыңыз болатын болса, соған көмектесу ниетінде белгілеп кетіңіз. Сау болыңыздар.